Құрметті оқушылар, Жаноме тігін машинесі. Өздеріңіз білетіндей, бұл тігін машина тоқпен жұмыс жасайды. Мына жерде қосатын несі бар, включателі бар мына жерде. Қосқанда, міне, осылай светі жанып, бізге жұмыс істеуге қолайлы жарық жағдай. Енді сіздерде қазір таныстырып өтетінім табан түрлері. Мына жерде көріп тұрғандай, бірнеше табан түрлері жатыр, өздеріңіз көріп тұрғандай. Так, 4 түрлі табан түрі жатыр. Яғни, біздерде ең күнделікті қолданылатын, бұл бізде жай табан. Міне, ол осындай болады. Және де бұны күнделікті тігуге арнап, осы табанды қолданамыз. Екінші табан бізде, мына өздеріңіз көріп тұрғандай, бір жағы жоқ, байқап тұрсаңыздар. Бұл да бізде сыдырманы тігуге арналған табан. Осылай қондырып, үстіне мына жерінде кетігі бар. Сыдырманың үстіне қондырып тігуге қолайлы жүргізуге. Және де мынандай түрі табанымыз бар. Бұны мен сіздерге суретінделіп қойғанмын. Бұл табанда екі ыңғайда бар. Мысалға, біз мына табанды сыдырманы шешіп алып, бір жағынан ғана тіге аламыз. Айналдырғанда екінші жағына былай қарай кетеді. Ал мына табан өте ыңғайлы табан. Біздер сыдырманы қозғамай, мына жағынан салып, және де табанды мына жағынан салып жүргізе аламыз. Мен бүгін сіздерге осы табанмен қалай тігу керек екенін көрсетемін. Яғни, мына жерде тағы бір табан тұр. Біздер түймені қондырамыз, және түймелік дегенді білесіздер ме? Түймелік деген түйменің тағылатын тесігі, білесіздер оны, соны орындау үшін бізге дәл осы табан қажет болады. Бұл табанның ерекшелігі, бір жағына келгенде ол тоқтап қалады. Екінші жағына келгенде тағы тоқтайды. Сондықтан біздер бұдан, міне көріп тұрсыздар ма, ойнамалы аяғы бар ішінде табанның. Сол бізді асып кетпеуге бағыттайды. Жалғастырамыз. Міне, көріп тұрсаңыздар, мен мына табанды қондырамын. Біздер бір жағын тігу үшін мына табанды, мына жерде кетігі бар, осыны көтеріп, табанды қондырып аламыз. Міне, табан қондырылды. Енді сол табанды пайдаланып, біздер сыдырманы тігеміз. Матамен сыдырманы жақындатып қойып алып, тігуге кірісеміз. Міне оқушылар, сыдырмаға жақын тігілді, және мына жері әдемі тігілді. Және де сыдырманы біздер көп байқалмайтын қылып тіктік. Бұл тігін машинеде түсіндіріп кететін жерлері бар. Тоқ тігін машине болғандықтан, біздер бұл машинада түймелікті өңдеудің функцияларын қолдана аламыз. Мысалға, бірде тұрғанда бізде түймеліктің айналасын ұсақ тігіспен бір жаққа қарай тігіп өтеді. Екіні қойсақ, мына 2-4 деп тұр, байқап тұрсаңыздар, санын көріп тұрсыздар ма? 2-4 дегеніміз, бұнымен ілгек тігуге пайдаланамыз. Енді 3 дегеніміз түймеліктің екінші жағын тігеміз. Қазір мен сіздерге оны көрсетіп өтемін. Мына жерде қасында тағы да бізде бұрайтын функциялары бар. Бұл функцияның ішінде бізде 1, 2, 3, 4, 5 деген сандар бар. Бұл сандарды біздер не үшін қолданамыз? Жаңағы тігістің ара қашықтығын ашу үшін. Мысалға, 3-ке қойсам, бұл тігістің ара қашықтығы 3 мм-ге тең болады. 4-ке қойсам, 4 мм-ге тең болады.
яғни ара қашықтығы алшақ болады. Біздер түймелікті тігу үшін түймелікті 1,5 алсақ жеткілікті. Түймелікке арналған таванымен қондырып, түймелікке арналған таванды көрсеттім ғой жаңа. Осыны қондырып, қазір түймелікті өңдеуді сіздерге көрсетемін. Таванымызды жаңағыдай қондырып аламыз. Таванымыз қондырылды. Алға қарай жылжытып қоямыз. Яғни біз бірлікпен тігейін деп жатырмыз оны. Таванды түсіреміз. Тігуді бастаймыз. Тоқтадық. 2-ге ауыстырдым. 2 мен 4 яғни. Ол бізде орында тұрып тігеді. 1-2 ілмек жасаймыз да тоқтатамыз. 3-ке қоямыз. 3-ке қойып, түймелікті өңдеуді жалғастырамыз. Тоқтатамыз. Яғни біздер өлшеулі ғана бір жерді тігіп отырмыз. Қайтадан 2 мен 4-ке ауыстырамын. 3-4 ілмек жасаймын да тоқтатамын. Қазір тігісті көріңіздер. Міне оқушылар. Біздің тігісіміз түймелікке сай келді. Яғни біздер түймелікті қадау үшін, түймені қадау үшін бұл тігістің ортасын қайшымен қиып алып, түймемізді қадай беруімізге болады.